Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Асылай. Бүгінгі біздің дайындайтын тағамымыз өте дәмді бауырсақтар. Қараңыздар, ортасы қалай көтерілген. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы бауырсақты дайындау үшін ең бірінші кезекте сүтімізді құямыз. Қоспалардың мөлшері описаниеде нақты түрде жазылған. Сүтіміздің үстіне ашытқымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін үстіне жарты қасық тұзымызды және де 2 ас қасық құмшекерімізді қосып араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды қосамыз. Сұйық май қамырдың жұмсақ болуына көмектеседі. Келесі кезекте бетін жауып 15 минутқа ашытқының көтерілуі үшін қойып қоюымыз қажет. Үстіне ұнымызды аз-аз мөлшерден қосып отырып, қамырымызды елейміз. Мен басында осылай шанышқымен араластырып тұрамын, кейіннен қолмен елеймін. Біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақтықта елеуіміз керек. Келесі кезекте 1 немесе 1,5 сағатқа қамырдың көтерілуі үшін қойып қоямыз. Мінекей 1,5 сағат өткеннен кейін біздің қамырымыз көтерілді. Қамырымызды осындай қалыңдықта біркелкі етіп жаямыз. Мен осылай стақанның көмегімен дөңгелек пішін жасаймын. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңызша жасауға болады. Дөңгелек немесе 4 бұрыш пішін жасауға болады. Табаға майымызды құйып, жақсылап қыздырып, бауырсағымызды пісіреміз. Майды қаншалықты көп құйсаңыздар, соншалықты бауырсақтарыңыздың ортасы жақсы көтеріледі. Осылай бауырсақтарымыз қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып пісіреміз. Мен өзім бауырсақтарды қызартып пісіргенді жақсы көремін. Бауырсақтарымыз дайын болды. Қараңыздар, қалай көтерілген, иісі деген мұрынды жарады. Менің рецебіммен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар.